Сәлеметсіздер ме, мен сүйікті көрермендерім. Маған көптеген сұрақтар келіп жатады. Соның ішінде мынау қысты күні жүрек ауруымен ауыратын науқастарды қалай күтім жасауға болады деген сұрақтар, қыстан аман-есен қалай шығуға болады деген көптеген күнделікті күнде менің қабылдауымда қойып жататын сұрақтар бар. Соны жинақтай келе ең негізгі 10 кеңесімді орындайтын болсаңыздар, алла бұйыртса аман-есен осы қыстан шығамыз. Қысымыз уже аяқталуына жарты ай қалды, бірақ бізде оңтүстікте ертерек қыс аяқталғанмен, солтүстікте наурыз, сәуірдің ортасына қарай аяқталады. Сондықтан осы видео сіздерге пайдалы болады деген үміттемін. Кеңесімді қабыл алыңыздар. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса комментарияға жазыңыздар. Видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Және менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Әлеуметтік желідегі Instagram, TikTok және YouTubeға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең негізгі 10 кеңес: бірінші, тұрақты түрде белсенді болу, физикалық белсенді болу. Екінші, ауа райына байланысты киіну, яғни аяздың қаншалықты болып жатқанына байланысты. Кей кезде күн аязды күні болады, кей кезде күн кішкене жылы болады. Сондай жағдайда ауа райына байланысты киіну керек. Және үшінші,